Қайырлы күн достар. Бүгін біздер песочный тестіден самса жасаймыз. Бізге қажетті өнімдер 540 грамм ұн, бөлме температурасында 20% сметана, бөлме температурасында 72% 210 грамм сары май және де 8 грамм тұз, 50 грамм салқын су, сонымен қатар бір жұмыртқа, 2 жылтыр қажет. Ең алдымен тұзымызды салып араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, үстіне 100 грамм сметанамызды қосып, қамырымызды илейміз. Сары майымыз жақсы араласқанша, біркелкі болғанша қамырымызды илейміз. Жұмыртқамызды салып, 50 грамм суымызды құйып, біркелкі масса болғанша қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, біркелкі болуы қажет. Дайын болған қамырды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа тұндырып аламыз. Дайын болған қамырларымызды, яғни жарты сағаттан кейін морозильниктен, холодильниктен шығарып, осындай бірдей бөліктерге бөлеміз. Мен, как обычно, 30-35 граммнан бөлемін. Сол идеальный вариант болады, үлкен емес, кішкентай емес. Салмасына, начинкасына кез келген салманы қолдануға болады. Менде фарш тиквамен, сиыр еті және де тауық етінен. Қамырларымызды жайып басаймыз. Қамырды жайған кезде особо қатты, қалың және жұқа қылып жаюға болмайды. Егер қамырларыңызды жұқа қылып жайсаңыздар, піскен кезде самсаңыз қатты болып шығады. Сол себепті бір қалыпты қылып, бірдей қалыңдықта жайған дұрыс болады. Және бұл қамырды ерекшелігі өзіңіздің қалауыңызша түйіп дайындасаңыз болады. Маған осылай өрген ұнайды, себебі піскен кезде самсамыз әдемі көрінеді. Дайын болған самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Сонымен қатар бұл самсаларды холодильникте, морозкада қатырсаңыздар болады. 3 айға дейін сақтауға болады. Кез келген ыдысқа салып, астына міндетті түрде пакет жайып қатырсаңыздар, бұл қамыр жабысып қалмайды. Ыстық самсаларымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, әрі әдемі самсалар дайын болды. Заказға тоже дайындап сатсаңыздар болады. Өте әдемі, өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.